Алдын ала айтайын, мен басқа адамдарға ұқсамаймын. Неге? Себебі менің кірпігім және қасым жоқ. Жоқ, бұл ешқандай рак ауруы емес. Менде психологиялық недуг. Оның атауы трихотиломания. Трихотиломания ол адамдарда туылғаннан немесе стресс зардабынан пайда болады. Оның жұмыс істеуі ол сіздің миыңызға химиялық реакция жібереді, соның нәтижесінде сіз денеңіздегі шаштарды жұла бастайсыз. Мысалы, менде ол қас және кірпік. Кейде адамдар маған тесіле қарап тұрып артынан сыбырлайтынын естимін. Осы сәтті жек көремін. Және де достарым бәрі қайда дегенде мүлдем жек көремін. Мен оларға түсіндіремін, олар тек түсінгендей түр жасайды, және бұл өте төмен. Меніңше бұл менің ерекшелігім, бірақ та әрине де ол мені басқалардан бөлектендіреді. Әрине, кірпікпен қасылсам әдемі болып кетпейтінімді білемін, бірақ ең бір түрлісі ата-анам маған барынша көмектесуге тырысады, бірақ ештеңе шықпайды. Сосын мен микроблейдинг жасадым. Микроблейдинг ол татуажға ұқсайтын бір процесс, бірақ та ол кішкене ауырмайды. Бірақ мен үшін ол өте қатты ауырды, себебі менде бұрын татуировка болмаған болатын. Және менде қабықшама жабыстырып алатын кірпіктер болды, бірақ андай ештеңе болмағандықтан ол қиынырақ түсті. Адамдарға ұнайтын шығармын деген оймен мектепке бардым. Яғни менің айтқым келгені, мені адам ретінде жақсы көретін жандарды білемін, және біздің достығымыз менің келбетімде бейнеленбейді деп ойлаймын. Сонымен мен қарапайым, кірпігі және қасы жоқ қызбын, және барлығы жақсы. Бұл менің ерекшелігім. Менде осындай видео шықты, сіздерге ұнады деген ойдамын. Менің алдыңғы видеомды көруді ұмытпаңыздар. Барлығына goodbye.